Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын беляшидің рецептімен бөлісетін боламын. Көкпия салынған көктем мезгіліне арнап жасалынған беляши міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де видеомды жаңадан көріп отырған көрермендер болса, тіркеліп алыңыздар, жоғалтып қоймау үшін. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Жылы суымызға жылы сүтті және де аздап сұйық май қосамыз. Бір жұмыртқа, тұз салып жақсылап араластырып аламыз. Және де дрожжымызды да қосатын боламыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Егер сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жерлеріңіз болса, сол жерге жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын комментарий арқылы. Енді жақсылап араластырып аламыз қолымызбен. Електен өткізілген ұнды сала отырып, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды барлығын бірдей салып жібермейміз. Аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жылы жерге 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Енді ішіне салатын салмамызды дайындап алатын боламыз. Пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Мен де 3-4 пияз қолдандым. Кішкентай 3-4 пияз қостым. Және де фарш қостым. Екеуін жақсылап қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Етіміз қызғыш түске енгеннен кейін, қуырып алғаннан кейін үстінен пиязымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Балдарым жемейтіндіктен қара бұрыш, дәмдеуіштерді қосқан жоқпын. Тек қана тұз салдым. Әркім өз қалауына байланысты жасай бересіздер. Енді қақпағын жауып, отты бәсеңдетіп, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыз, енді қамырымыз да жақсы көтеріліпті. Кішкентай бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Бөліп болғаннан кейін енді домалақ етіп, осыны формаға келтіріп қоятын боламыз. Ешқандай граммға өлшеген жоқпын, таразға қойып, көзімнің мөлшерімен барлығын бөліп шықтым. Енді пакет жауып, демалдырып қоямыз. Бір 10-15 минут демалғаннан кейін осындай ортасынан басып, фаршымызды, дайын болған салмамызды ортасына салып, жақсылап жабыстырып аламыз, ашылып кетпеу үшін. Кейін майға салғанда ашылып кетпеу үшін жақсылап жабыстырып, үстінен жеңіл қимылмен жайып шығатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, балдарыңызға өте қатты ұнайды. Тағы да біреуін жасап көрсетейін. Осылай қолымызбен жақсылап ортасын ашып аламыз. Салмамызды салып, жақсылап жабыстырамыз. Көк пиязды балдарым ұнатпайтындықтан фаршқа қосқан жоқпын.
майымызды газға қойып қоятын боламыз. Қызып тұру үшін. Қызғаннан кейін осылай бірін кетін пісіріп, екі шетін қызартырып алатын боламыз. Отты шілей қатты отқа қоймаймыз. Орташа отта пісіреміз. Ортасы піспей қалмау үшін. Осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецепттерім ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Комментарияға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей пісіп шықты, қып-қызыл болып өте әдемі болып пісті. Іштерде піскен, сочный болып, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта басқа да рецептер шығаратын боламын.